Қандағы қант мөлшерін қандай спорт түрі азайтады? Қант диабеті кезінде спорттың қандай түрімен шұғылданған дұрыс? Бұл туралы осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жаттығуларды жасау арқылы да қант диабетінің алдын алуға болады. Қант диабеті жас таңдамайтын аурудың бірі. Оны білікті мамандардың көмегімен емдеуге болады. Әйтсе де өзіңізде қарап отырмай ауруды асқындырмауға әрекет етуіңіз тиіс. Қалай дейсіз бе? Мысалы, қандағы қант мөлшерінің көбейіп кетпеу үшін арнайы диетамен тамақтанасыз. Сонымен қатар спорттың да үлкен көмегі бар. Қант диабеті диагнозы бар, әсіресе екінші типтегі диабет адамдардың 90%-ында семіздік белгісі бар. Ал медицина мамандары артық салмақты кеміту арқылы қандағы қант мөлшерін азайтуға болатынын айтады. Ендеше ауруды емдеу үшін және оның алдын алу мақсатында міндетті түрде спортты күн тәртібіне қосыңыз. Алайда диабетиктерге барлық спорт түрі рұқсат етілмейді. Сонда қант диабетімен ауыратындар қандай спорт түрімен айналысуына болады? Осы айтылған спорт түрлерінен ыңғайлысын өзіңізге таңдап алыңыз және орындаңыз. Біріншіден, жүзу. Суда жүзу ең жеңіл әрі пайдасы зор жаттығу. Су ішінде дененің салмағы байқалмайды. Бұлшықеттерді шынықтыруда қиындық туғызбайды. Жүрекке салмақ түсірмейді. Су кез келген жаттығуды жеңілдетеді. Буындарға түсетін қысымды азайтады. Сондықтан да бұл салмағы шамадан көп адамға, жүкті әйелдерге, жүрек дерті бар науқастарға таптырмас спорт түрі. Бұл спорт түрімен жылдың 4 мезгілінде де шұғылдана аласыз. Екіншіден, резеңке таспалармен жаттығулар. Спорттық дүкендерде сатылатын резеңке таспалармен денеңіздің барлық бұлшықетін шынықтыра аласыз. Ал бұлшықеті шымыр денеге май жиналмайды. Бір артықшылығы, резеңке таспаларды өзіңізбен алып жүріп, кеңседе, саябақта, құрбыңыздың үйінде әңгіме тыңдап отырып жаттығу жасай бересіз. Қиындығы жоқ. Үшіншіден, би. Кез келген би дененің бүкіл бұлшықетін қимыл қозғалысқа түсіреді. Сонымен бірге қан айналымды жақсартып, тыныс алуды белсендіреді. Соның салдарынан калория тез жанып, салмақ жоғалады. Билеу үшін де арнайы видеосабақ көрудің де, тренер жалдаудың да қажеті жоқ. Ұялы телефоныңызға интернеттен өзіңізге ұнайтын музыканы тартып алыңыз да, кез келген уақытта қосып әуен ырғағымен бірге қимылдай беріңіз. Денеңізге ерік беріңіз және музыкамен бірге ырғалған тәніңізге еріп отырсаңыз болғаны. Төртіншіден, жаяу жүру. Бұл барлық адамға пайдалы және ешқандай күш салмақ түсірмейтін оңай спорт түрі. Жан мен тән саулығы үшін түрлі дене жаттығуларынан бөлек, әркім күніне кем дегенде жарты сағат жаяу жүру керек. Небәрі жарты сағат. Егер жүрудің денсаулығыңызға пайдасын білсеңіз, көбірек жаяу жүрер едіңіз. Өйткені жүрген кезде барлық бұлшықет қозғалысқа түседі. Ішек қарын, тыныс алу мүшелерінің жұмысы жақсарады. Бесіншіден, йога. Қант диабеті қандағы қант мөлшерінің көбеюінен анықталғанымен, ол қант көп жегеннен пайда болмайды. Ең бірінші жүйке жүйесіне ауыр психологиялық, яғни уайым, күйзеліс, торығу, жабығу, өкіну, реніш тағы басқа салмақ түскеннен туады. Сондықтан күніне бір сәт адам қарбалас тіршілік пен мәселелерден ушудан ойын санасын тынықтырып отырғаны дұрыс. Ол үшін йога жаттығулары ұсынылады. Өйткені ол тән мен жанды және рухты бірдей тыныштандыра алады. Йога жаттығулары омыртқаны қатып қалудан сақтайды, буындарды иілгіш етеді. Дәл сол сияқты жүйке жүйесінде иіп адамды сабырлы қалыпқа түсіреді. Күнде 10-20 минут уақытын йога жаттығуларына арнайтын адам өз эмоцияларын тізгіндеп ұстап бақылай алатын болады. Алтыншыдан, тайчи. Бұл Қытай халқының ғасырлар бойы сақталып, дәстүрге айналған жекпе-жек өнері. Бұл жаттығудың тамыры дәстүрлі Қытай медицинасынан бастау алады. Яғни денсаулыққа пайдасы орасан зор. Орындалуы да жеңіл, әрі би қимылдарына ұқсайтындықтан кез келген жастағы адамға орындау қиын емес. Ғалымдар жаттығулардың глюкоза деңгейін төмендететінін, бұлшықеттерді жиыратынын, адамның теңгерімін реттейтінін және жүрек ауруларын емдеп, стресстен сақтайтынын анықтаған.
Жетіншіден пилатес. Пилатес жаттығуларының көпшілігі жатып орындалады. Сондықтан да оңай. Мамандар пилатес жаттығуларымен айналысатындарда қант мөлшері бірқалыпты болатынын айтады. Өйткені пилатес салмақ пен қан құрамындағы глюкозаны азайтады. Сонымен қатар жүрекке де өте пайдалы. Ал диабетиктерде көбінесе жүрек қан тамырлары дерттері жиі кездеседі. 8-шіден гимнастика. Гимнастика жаттығуларын күнде орындап жүрген боларсыз. Отырып тұру, тізені бүкпей алға еңкею, қолды еденге жеткізу, шалқаю, белді айналдыру, аяқтарды сермеу, мойынды бұру, отырып жүру тағы басқа. Бұларды денені қыздыру жаттығулары деп те атауға болады. Егер күнде таңертең және кешкі 2 мезгіл 10 минуттан гимнастикамен шұғылданатын болсаңыз, көңіл күйіңіз үнемі көтеріңкі, ұйқыңыз тыныш болады. Сергек жүресіз, ал жақсы көңіл күй стреске қарсы тұратын бірден-бір қалқан. Физикалық дене мен қан құрамын қалыпты ұстау үшін спортпен аптасына 150 минут, шамамен 2,5 сағат немесе әр күні 20 минут шұғылдану керек. Ал сізге спорттың қай түрімен шұғылданған ыңғайлы? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Каналға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.